қазақ халқында ат ердің қанаты деген сөз бар. Сосын енді атты, жалпы жылқыны қазақ өте қатты қадірлейді. Мына біз өзі қазақ деген халықтың бір екінші аты алаш қой, алаш халқы дейміз. Мынау 20-шы ғасырдың басында Алаш Орда партиясы деген партия құрылды. Осы алаш сөзінің мағынасын мен көп іздедім. Сөйтсем, бұл алаш деген сөздің түпкі мағынасы жылқы деген мағынаны білдіреді екен. Жылқы. Мына бізге көрші татар, башқұрт, чуваш халықтарында әлі күнге дейін алаша сөзі жылқы деген мағынада қолданылады. Жылқы сөзі бар. Осыдан мына орыстың лошадь сөзі, алашат сөзі шығады. Ал енді осының үнді-еуропалық калькасы пегас, қанатты аттың образы бар. Әсіресе еуропалық поэзияда көп қолданылатын ол. Яғни мына аттылық мәдениеті, атқа міну мәдениеті деген бұл Еуразияда қазақ халқының тарихымен, этногенезімен, этникалық тарихымен тығыз байланысты құбылыс. Қазақты бөлек, жылқыны бөлек қарастыруға болмайды. Бұл бір-біріменен әбден мыңжылдықтар, ғасырлар емес, мыңжылдықтар бойы бір-бірімен әбден араласып кеткен бір тұтас сондай бір мәдени, өркениеттік құбылыс деп есептеу керек. Сондықтан да бүгінгі күні осы мәдениетті жаңғыртып жатқан азаматтарға үлкен ризалығымызды білдіруіміз керек. Өйткені бұл біздің жанымыз, бұл біздің тарихымыз, бұл біздің мәдениетіміз. Атқа мінсек біздің тарихи жадымыз оянады, тарихи мәдениетіміз оянады. Рыцарлық мәдениет ол аттылы азаматтардың мәдениеті. Өйткені бұл ат үстінде ғана мүмкін рыцар болып жүру, өзді ұстау. Ал рыцарлық мәдениет біздің бүгінгі күніміз үшін өте қажет. Өте серлік мәдениет дейміз ғой, негізінен рыцарлық мәдениет. Азамат есебінде өзіміз ұстау үшін. Сондықтан да бүгінгі күні бұл өте өзекті мәселе. Және осындай ұлан қиыр далаға ие болу үшін, осы жердің байлығына ие болу үшін біз толыққанды, жігерлі, сондай еңсесі биік азаматтарды өсіруіміз керек. Сондықтан да оны өсіретін ат мәдениеті, атқа міну мәдениеті болады. Жаяу жүргеннің жөні бір бөлек, ат үстінде жүргеннің бір бөлек. Әрине бәріміз атқа мініп мал бағып кету шарт емес, бірақ осыны сезініп жүру бүгінгі өте үлкен пайдалы шаруа ғой деп ойлаймыз. Енді цифрлы Қазақстан деген үлкен бағдарлама қабылданды қазір. Осы бағытта біраз азаматтар, ғылыми техникалық ұжымдар жұмыс істеп жатыр, қауымдар жұмыс істеп жатыр. Мына карантин уақытында өзімізде жаңағы онлайн сабақтарымыздың барлығын сол компьютермен, цифрлы бағдарламалармен жұмыс істедік. Microsoft Teams болсын, Zoom болсын, бәрі күрделі бағдарламалар деп есептелінетін баяғы уақытта. Ақырын игеріп алдық. Төртінші өндірістік революция, ғылыми-техникалық революцияның деңгейінде жұмыс істеп жатырмыз. Бұның да бір пайдасы болатын шығар деп ойлаймын. Әрине, мұғалім мен ұстаз бен оқушының арасындағы жеке байланысқа ештеме де жетпейді, әрине, тірі байланысқа. Дегенмен өркениеттің шығарған жаңалықтарын, өркениеттің ішінен өсіп шыққан жаңалықтардың барлығын игеру керек. Сонымен бірге оны игеру біздің дәстүрімізге қатты әсер етеді деп және ойламаймын. Дәстүрді игеру, цифрлы мәдениетті игеруге қарсы болады, я болмаса оны тоқтатып тастайды дегенді мен қабылдай қоймаймын. Мен өзім қазақ ауылында өстім, қазақ мектебінде өстім. Маған қазіргі өркениет, Еуропаның өркениеті де жақын, Азияның өркениеті де жақын. Былтырғы жылы мысалы оңтүстік Кореяға барып келдім. Мен өзім сондай бір бүтін санағам жоқпын ол жерде. Я мысалы алдыңғы жыл Еуропаға барып келдім, Испанияға. Онда да бір бүтін санап жүргім жоқ. Әркімнің өзінің біліміне, танымына, түсінігіне байланысты. Сондықтан да жастар дәстүрді де білу керек, салт дәстүрді де білу керек. Соның бірге Еуропа өркениеті туғызған құндылықтарды игеру керек қой деп ойлаймын. Менің ойымша, тіпті дәстүрлі ортада атқа мініп өскен азамат, рухы биік азамат, ана өркениетті игеруге қабілеті көбірек болатын сияқты да көрінеді маған. Тұлға есебінде қалыптаса алса, мысалы, өзіміздің дәстүрлі ортада. Сол тұлға барып, еуропалық мәдениетті игеруге жеңіл болатын сияқты. Осы жағынан мен 20-шы ғасыр басындағы алаш азаматтардың үлгісін қолдануды ұсынар едім.
Ол кезде мына 4 класстық орыс қазақ мектептері болды. Русско-киргизская туземная школа дейді. Соны бітіреді дағы, сол біліммен барып, ана Санкт-Петербургтың, Мәскеудің университеттерінде оқиды. Я мысалы Тартудың университеттерінде, Варшава университеттерінде оқиды. Және сол университеттерді алтын медальменен бітіріп келеді. Үлкен алтын медаль, кіші алтын медаль. Ана Алашорданың азаматтарын қараңызшы, әрбіреуі бірнеше тіл біледі. Өйткені ана ескі Ресей гимназияларында латын тіліменен грек тіліне дейін үйрететін. Білдіңіз бе? Мысалы, бізден Әлімхан Ермековтер 29 жасында Қазақстанның шекарасын, қазіргі күнгі шекарасын анықтап берген Лениннің алдында 1920 жыл. Бірнеше тілді білген адам. Ресейдің технологиялық университетін ана Томскінің бітірген адам. Соның бірге қазақ дәстүрінің де білгірі, қазақ өмір салтының білгірі, соны ұстанған азаматтардың. Меніңше бұл жағынан бізге сол Алашорда азаматтарының үлгісін мойындап, солардан үйренгеніміз дұрыс қой. Осы жақында ғана сіздерде Бұзық орталығында Оғыз мұрасы деген, Еуразия тарихындағы Оғыз мұрасы деген бір жақсы хабар өткіздік. Қазір күні Құдайға шүкір, тыңдарман, оқырман, көрермендер көріп жатыр осы хабарды. Мен жалпы Бұзықты ертеден бері білемін бұл жерде. Кезінде Кемал ағамыз осы жерде қазба жұмыстарын жасап жатқан уақытында Марал Ғалымжанова бар, келіп, амандасып, осы жерге келіп кетіп жүруші едік осы қонысқа. Бұзық деген бұл онда Оғыздың, орта ғасырлық Оғыздардың дәуірінде пайда болған қала. Оғыз компоненті біздің этникалық тарихымызда өте маңызды. Кезінде бұл Ұлы дала Музафат Аль-Гузи аталған араб деректерінде сондай үлкен кеңістік қой. Сондықтан да Оғыз мұрасы бұл қазақ мұрасы. Біз бұдан бас тартпауымыз керек. Ал енді дәл осы жерде жаңағындай үлкен кешеннің ашылып жатуының мен үлкен қуанышпен қараймын. Бұл жерде археологиялық, этнографиялық ескерткіштер болады ғой деп ойлаймын. Олардың бағана жаңғыртпаларын, суреттерін көріп жатырмын. Жоспарларыңыз дұрыс, бұл бағытта жасалып жатқан. Соның бірге мына табиғи ортаны сақтауды ойлау керек. Мына жерде мына көл, Бозоқ көлі деген бұл Оғыз қауымдастығы екіге бөлінген, ол Бозоқ, Үшоқ дейді. Сол Бозоқ бұл үлкен Оғыз балаларының күн, ай, жұлдыз деген балалардың мекені болып есептелінетін жердің бір тарихы. Яғни бұл дегеніңіз, сол Оғыз ханның заманы деген заман біздің пайғамбарымызға дейінгі 3400 жылдар дейді. Сол 3400 жылдар енді мына біздің қазіргі жылнамаға салсаңыз, біздің жыл санауымыздан 2800 жыл бұрын осы жерде Оғыз балалары өмір сүрген. Көне заманда Қарахан дәуірі, Оғыз дәуірі, одан кейін Қыпшақ дәуірі дейді. Осы жерде өмір сүрген. Біз де сол дәстүрді мүмкіндігінше сақтауымыз керек. Ал енді осы кешен, музей кешені, қорық деп айтуға болады. Сол халыққа сол үлкен бай, тарихи, этнографиялық мұрамызды көрсететін үлкен орын болатынына мен өзім сенімдімін. Жұмыстарыңыз жақсы жүріп жатыр бүгінгі күні. Ғалымдардың барлығын маңайларыңызға топтап жатырсыздар. Ал енді ғалым қашанда халықтың алдында жүреді, халықтың көкейіндегісін айтады деген сияқты. Сондықтан да мына тіпті карантин уақытында қаншама ғалымдармен сұхбат жасадыңыздар. Бұлардың өздері үлкен өнеге, білім елге таратып жатқан сіздердің тараптарыңыздан. Ал енді ертең бұл жерде жақсы бір кешен құрылып қалатын болса, осында бір кигіз үйлер тігулі болатын болса, неге келмеске, қаланың халқы бәрі осы жерде жүреді. Тарихи санасын оятады осы жерге келіп. Атқа міну мәдениеті осы жерде өздеріңіз айтып отырған, осы жерде болу керек. Осы көлді жағалай мәселен атқа мініп жүруге мүмкіндік болу керек. Жаңа жерде қаржысына төлеп, кәдімгідей ақшасын төлеп, осы жерде неге жүрмеске мәселе. Баяғыдай қазақтың көші-қондарын неге ұйымдастырмасқа, жайлаудан қыстауға көшетін, әдемі барын киіп жаңағы баяғын салып жаңағы әдемілеп ерте уақытта көшеді. Осындайлармен көшкіге еріп бір уақыт, бір мезгіл сөйтіп жүрсе қандай әдемі боларды ғой деп ойлаймын. Сондай жұмыстарда жетістіктерге жетулеріңізге тілектеспін. Рахмет.